Құрметті қазақ елі, 2019 жыл жаңалыққа толы жыл болды. Елбасымыз домбыра күнін белгілегеннен кейін ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында 1 наурыздан бастап домбыра ұлттық телеарнасы эфирге шықты. Эфирде жыр, терме, күй дәстүрлерін көрсетілуде. Жырымызда қазағымыздың болмысы, термемізде бүкіл ғұламаларымыздың айтып кеткен даналы сөзі, күйімізде Қадірлі Мырзалиев ағамыз айтпақшы, әлемде 4 мұхит болса, 5-ші мұхит ол күй, ол төңкеріп жүреді. Одан кейін көрсетілетін дәстүрлі әніміз. Домбыра ұлттық телеарнасының негізгі мақсаты ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу. Осы құндылықтарымыз арқылы саналы ұрпақты тәрбиелеу. Жалпы халқымыздың осы телеарнаға деген ілтипаты өте жоғары. Хабарласып тілектерін айтып жатыр, баталарын беріп жатыр. Жаңа жылда домбыра ұлттық телеарнасы көрерменге жаңа бағдарламалар дайындауда. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға деп Абай атамыз айтпақшы. Домбыра телеарнасының ұжымының еңбегі еш кетпес деген ойдамыз. Ұлттық құндылығымызды 24 сағат дәріптейтін Домбыра ұлттық телеарнасының ұжымының атынан қазақ елін жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір отбасында домбыра ұлттық телеарнасы қосулы болсын. Біз сіздермен біргеміз.